Достар, жалпы қазақтың дәстүрлі дәмі туралы сөз болса, ойымызға бірден құрт, ірімшік, сары май келеді. Мұның бәрі сиыр сүтінен жасалатын баршаға мәлім. Алайда небәрі 100 жыл бұрын осы тағамдар қой сүтінен жасалғанын білесіз бе? 20 ғасырдың басына дейін қой сүті қазақтың сүт мәдениетінің, яғни сүттен жасалған тағамдарының негізі болған. Ал 17 ғасыр соңындағы зерттеулерге сүйенсек, кіші жүз қазақтары негізінен жылқы мен қой баққан, ал сиыр мен түйенің үлесі 0 мен 1% аралығында болған. Этнографиялық экспедицияның мәліметтері бойынша 1922 жылға қарай қазақ отбасында сүт тұтыну құрылымындағы сиыр сүтінің үлесі 10% ғана болған. Көшпелі өмір салтында қой мен жылқы негізгі мал саналды, ал сиыр көшке шыдамайтын, әрі қыста көбірек күтімді қажет ететін төл болғандықтан оны көп асырауды қажетсінбеген. Алайда уақыт өте келе бұл тәжірибе саябырлап қалды. Отаршылық кезеңде жағдай өзгерді. Қазақтардың сиыр ұстауы көрші халықтармен байланыс, қоныстандыру саясаты және де сауда басымдылығының өзгеруіне байланысты болды. Біртіндеп сиыр пұл болатын құнды малға айналды. Совет заманында бұл трансформация күшейді. Индустриялық масштабқа, фабрикада қайта өңдеу мен стандартталған шикізатқа көбірек көңіл бөлінді. Сиыр сүті жүйеге тиімді болды. Ал қой ет пен